ustozlar bugungi birinchi A sinifining A dыбысы және әрпі атты ашық сабағына қош келдіңіздер. Ал балалар, келген қонақтармен амандасып, психологиялық ахуалын орнатып алайық. Болса, ана жерден бірінші жұмысымыз біздің топқа бөлінді. Ана жерде өздерін ұнаған түсті алып, топтарға бөлініп отырамыз. Астынан аламыз, астынан. Сары түсті алғандар әріпте тобына жайғасамыз. Жасыл түсті алғандар буын тобына жайғасамыз. Қызыл түсті алғандар әріпте дыбыстар тобына жайғасамыз. Al енді оның мәжірге қалып қоямыз. Тұра берсін. Апай, мынау ұлы апаған. Отыра берсін. Дыбыстар тобы дейді. Біз бөлініп алды. Дыбыстар тобы деген ерекшемізді білеміз. Дыбыстар не істейді? Естейміз, айтамыз. Буындар тобы. Сендер өздерің ерекшелерін білесіңдер ме? Айта қойыңдаршы. Сөздер, қанша, дауысты, дыбыс, болсақ, қанша, болмайды. Тамаша. Әріптер тобы. Біз әріптерден не істейміз? Жазамыз. Тамаша. Жарайды. Олай болса, біз топқа бөлініп, мен өзіміздің әрқайсымыз ерекшемізді айтып өтеміз. Енді балалар. Біздің өзіміздің ұжымдық ерекшеміз бар еді ғой, айтайықшы кәне. Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз. Сабақта уақытты сабақта тапсырмаларға сабаққа қатысқанда тамаша. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, балалар, біз кешегі сабағымыз қандай сабақ еді? Қандай әріп өтті кеше біз? Дұрыс, Ж дыбысы. Балалар, біз сабаққа үйге қайтқанда, үйде отбасымызда әжеміз, аталарымыз, апаларымыз, әкелеріміз, біздің апаларымыз сұрайды. Сендер бүгін қандай сабақты оқып келдіңдер, қандай білім алып келдіңдер, қандай әріппен танысып келдіңдер деп сұрайды. Олай болса, міне сол отбасы мүшелері сендердің алдарында тұр. Әрқайсымыздың әжеміз, атамыз, әкеміз, әпкелеріміз, апаларымыз тұр, иә? Олай болса, бірінші сендерден сұрап жатыр әжелерім. Ж дыбысы қандай дыбыс деп? Әжеміз. Тұрып айтамыз. Ж дыбысы қандай дыбыс? Дауыссыз. Дұрыс. Ж дыбысы дауыссыз дыбыс. Міне. Тұрап тұр. Ж дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Ортасында, аяғында, басында. Сағанды. Сағанды дұрыс. Келесі. Ж дыбысынан қандай сөздер келеді? Ж дыбысынан сөздер. Саска. Енді осы жеңіс деген сөздер біз дыбыстық талдау жасайды. Кім дыбыстық талдау жасайды? Ж дыбысына. Жеңіс деген сөзге. Айтамын. Жеңіс. Неше әріп бар жеңіс сөзінде? Жеңіс сөзінде неше әріп бар? Санаңыз. Ж, е. Санаңыз. 5. Дұрыс, 5. Неше дыбыс
Al balalar. Biz bir sınıfta еске түсіріп алдық, ya. Жаңа сабақты ашу үшін біз өткен сабақта еске түсіріп алдық. Енді кітабымызды ашамыз, бағаламыз. Жаңа сабақты еске түсіру үшін мен сендерге бірінші жұмбақ жасырайын. Сол жұмбақты тауып алайық. Сөйтіп бүгінгі әрбірімізді айтамыз. Әже, әке, әпкенің басын бастап тұрамын. Сәбіз, дәрігер сәбіз. Кәмпитті ортасында келемін. Қандай әдібіз. Енді осы әдібіздің өздерін айтып көріңізші. Қалай айтылады? Қалай айтылады? Қалай айтылады? Еркін айтылды ма? Сұрап айтылып тұр ма? Еркін айтып тұр. Аузымыздан ешқандай кедергіге ұшырамай еркін шықты, я? Ал әдібізі еркін қысылмай айтылды. Ол демек дауысты дыбыс. Дауысты дыбыс, балалар. Әдібізі сөздің басында да, ортасында да, аяғында да кездеседі. Әдібізі екі әріп элементі тұрады. Үлкен және бас әріп және кіші әріп тұрады. Енді әдібізі балалар. Дауысты дыбыс деп айтып, кім үйіне жайғастырады? Дауысты дыбыстар отбасыны үйіне кім жайғастырады? Келе бар. Кім? Абдулла. Айналып. Әдібізді өзінің үйіне апарып жайғастырамыз. Әдібізі сонымен жуан болмай, жіңішке айтылды ма? Жаңа айтқан егерде. Жіңішке айтылды, я? Әдібізі өзінің дауысты дыбыстар ортасында жіңішке үйіне жайғастырып алды. Олай болса, балалар, біз сурет бойынша жұмыс жасаймыз, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Әдібізі өздерін көтерістер сурет бойынша жұмыс жасаймыз. Мына жерде кімдер көріп тұрмыз, балалар? Мына жерде кімді көріп тұрмыз? Одан кейін? Балалар, бұл жерде не болып жатыр? Дұрыс, әнұранды айтып тұр. Балалар сахнада енді осы сурет бойынша сөйлем құраймыз. Қазір барлығына сұрақ бойынша жауап бердік. Енді сол бойынша әкемеден сөйлем құраймыз. Қалай құрай аламыз ба? Иә, олар қайда келді? Мектепте келді. Мектепте не болып жатыр? Мерекелік іс-шара болып жатыр, иә? Мерекелік іс-шараға әкелі балалардың әкесі және әжесі келді, иә? Және балалар қандай нені орындап тұр? Біз осы қимыл жасағымызда қандай өлеңді айтамыз? Дұрыс, әнұранды айтамыз балалар. Демек, балалар әнұранды айтып, әдемілеп сөйлем құра аламыз ба? Әдемілеп әңгіме құрайықшы. Мектепте мерекелі іс-шара болды, иә? Оған балалардың әкесі, әжесі келді. Балалар әнұранды орындады, иә? Ал, олай болса, біз де әнұранды білеміз бе, балалар? Айта аламыз ба? Осы балалар сияқты айта аламыз ба? Қане онда тұрып барлығымыз айтайықшы. Бірінші әнұранды айтқанда балалар соң қайда қойымыз? Қолымызды. Ал, айта қояқ.
Ravon aytdi. So'zning anjasini bo'ldi. Ravon aytdi bir yo'l. Tamasha. Ayolum aytdi. Endi bolalar, men hozir biz bugungi жаңа saboqqa ravsab tansil oldik. Albatta aytdi, rajimdir. Endi bolalar to'g'rimiz uyushtirdim. O'zi to'g'ri жұмыста, mana aldanma senlarga so'ch qo'ydim. Және men suret mozaika darsi orqali men suretni әдемі бетке суретті қиюластырсам-да, сендерге мына жерде әдемі мәтін шығады. Сол мәтінді қайтып бірінші мозаиканы құрастырып, мәтінді жақсылап оқиды, сол әдемі дұрыс құрастырмасында арқасындағы мәтіндерін дұрыс шықпай қалады балалар. Қатысуға. Солай кіріс. Жоқ. Қате. Жоқ. Аққұш. Келеміз. Кел көмектесеміз. Екеуінің құрастыруға шамашылық кетеді. Басып тұрып құрастырмасаңдар, но қазір арқасында мәтіндерім бар, дұрыс шықпай қалады балалар. Алдарындарына тұрғанда скотч бар, жабыстырамыз. Жоқ. Қатыгездік рауат. Басын қоямыз, сосын аяғын қоямыз. Арқасынан жазушыға бірінші әтешті құрастырамыз. Кітапты жаба тұрайық, алдарында кітапты. Сөйтін біз партаның ішіне әдемі құрастырып алайық. Тамаша. Міне әтешті құрапты. Енді арқасында мәтін бар. Олма. Олманы бұрын. Келесі оқушы оқиды. Айсың оқиды. Тыңдаймыз. Жарыс. Буындап оқи берсе, бәрін тұтас оқымайық, буындап оқи берсе. Даусыңды шығады. Тыңдаймыз.
Qanday so'z chiqdi? Ya, жатқа. Жатқа, мына жерде бір сұрамағансыңдар шықпайтын. Ya, жатқа. Anaş. Tizimli orundaladı. Жарыстарда шықалады. Сен оқып келесің. Даусыңды шығар, естілмей жатыр. Қостайма, әнұран. Қандай еме? Я? Ал. Я? Қағазынан бастап оқымыз. Қандаймыз? Дұрыс, баласы оқы. Келесін, келген жерден бастап оқы. Ол Bir can okusun. Қай жерге келді? Оқымнан оқы. Тыңдаймыз. Ya, tыңдаймыз. Tыңдаймыз. Тыңдаймыз. Ya, dаусын шығарып қойшы. Ya. Керек, дауыстарыңды шығармай қалдыңдар ғой тегін. Ал балалар, барлық оқушылар жақсы оқыды. Бір-бірімізді марапаттап қояйықшы. Біздің топта жұмысты жақсы жасады. Ең бірінші жақсы оқыған тобымыз біздің әріптер тобы болды. Өте жақсы оқыды, бірінші құрастырды. Екінші буындар тобы құрастырды, өте жақсы оқыды. Одан кейін дыбыстар тобы оқыды. Дыбыстарды бағалап қояды. Бірақ сіздер сәл дауыстарыңды шығармай оқыдыңдар. Дауыстарыңды қатты шығарып оқу керек еді. Енді балалар алдарыңыздағы дәптерді ашамыз. Бүгінгі біздің өтіп жатқан әр дыбысының жазып, әдемілеп көркем жазамыз. Әр дыбысын жазу үшін бірінші не істейтін еді балалар? Ауада жазып. Жаңағы ручкамызды алайық. Әр дыбысын жазамыз. Бірінші жазу жолынан жоғарғы жағынан бастап, ауада жазамыз. Жазу жолының жоғарғысынан бастап, жазу жолының астыңғы жағына дейін келеміз. Содан кейін қайтарып келесі жазу жолын шығарамыз.
Kішкентайда солар болады кіші әрпімізде. Кішкентай жазу жолының ішінде жоғарысынан бастап астына қарай түсіріп, қайтадан жазамыз. Енді тақтада жаз. Міне өздері көріп тұрсыңдар. Міне қараңыз, қай жерден бастатамыз? Иә, жоғарыдан бастаймыз. Келесі кішкентай әрпін жазамыз. Қараймыз. Ал енді дәптерді ашып, жоғарысынан бастап жазамыз. Әрбірісін жазамыз, әрбірісін. Келесі бетті ашып. Шығармаймыз. Білмәңіз қан? Үстін басып, сызған шығармай, әдемі жазып үйренеміз. Әдемі жазып үйренеміз. Демі жазамыз. Судан жазамыз. Жай жазып жатсыңдар да? Söylemeyi жазамыз, балалар. Көрген жазамыз. Сахна шығарма, өте тамаша. Таза жазады бір жат. Анатта керемет жазып жатыр. Гүлназ қалай жазып жатыр екен, Гүлназ? Ой, тамаша. Рауан, әдемі жазамыз. Рауанның қолы жазуы өте тамаша. Қатты бір-біріне жабыстырып жазып жатсың сен. Әдемі қылып жазамыз. Мына қарас, арасын бір-біріне жабыстырып жазып. Арасын ашып-ашып жазамыз. Дұрыс жазамыз. Дұрыс жазылмады. Өзің жазған кезде дұрыс жазбай қойдың. Әдемілеп жазамыз қайтадан. Мына үлгіге қараймыз. Дұрыс жазбай жатсың. Жазып болдық, иә? Әрпін жазып үйрендік па? Әдемі жазуды үйрендік, иә? Енді қалғанын үйде жазуға береміз. Үйде әдемілеп көркем етіп жазамыз. Кітаптың арасына саламыз. Гүлназ. Тамаша, әдемі жазып жатыр Гүлназ. Кітаптың арасына саламыз. Кітаптың арасына саламыз. Кітаптың арасына дәптерді сала қойыңдар. Ол бұл жерде қоясың. Қалған үйде жазып. Сендер жаңа түн бір топтан 4 оқушыдан оқыдыңдар, иә? Енді қалған оқулықтың жоғарғы жағында өздеріне қарамен жазылған сөздер, әрбірсінен келетін сөздер, иә? Сол сөздерді қазір жаңа оқымаған оқушыларды оқытып, тақтаға жаздырамыз. Оны мен қол қатар әдісі арқылы ұйымдастырамыз. Мына жерде жаңа оқымаған кімдер еді? Гүлназ, Рауан, Сез. Ал. Біреуін үзіп ал. Үзіп аламыз оны. Оқушыларға ыңғайлы. Бірін түссе. Иә, үзіп. Қандай сөз оқышы ортаға даусыңды шығарып оқы. Не қарап отырмыз? Қандай сөз? Дұрыстап оқы. Қайтадан.
Dausunda шығаршы, естілмей жатыр ашыққа. Аха. Dausunda шығаршы, естілмей жатыр. Қандай сөз? Тақтаға жаза ғой. Анаған бойын жетекті шығар, анам алдында борды. Тақтаға жаза ғой. Ya. Жаза. Келесі кім? Келе оқы. Ақтөре оқымады жаңа. Сендерге ыңғайлы істейді. Тамаша. Қандай сөз? Оқи ғой. Қарап оқимыз. Қандай сөз? Дұрыс, даусыңды шығарып айтшы. Дәрі. Жаза ғой тақтаға. Ана кімнің қасына? Сезімнің жазған жеріне жаза ғой. Келесі кітаптан кім оқымады? Жасмин оқымады, не? Келе оқы. Қазір. Verdi birini al. Ben birini üzüp alamış. Al. Üzüp alasın. Anlıyor musun? Dinleyiz. Özür dilerim olsun. Takın olma. Оқиды, яқара оқшы, даусыңды шығарып. Қандай сөз? Жоқ, қайтан оқы. Қандай сөз? Соза оқимыз, қандай сөз шығады? Жоқ, қайтан оқы. Сен біреу деген атты оқыған жоқсың мына жерде. Қайтадан оқи ғой. Тыңдаймыз. Қандай сөз? Даусын шығарды. Сәуір. Дұрыс, сәуір жазады. Әдемі жазамыз, әдемі. Апай, давай мен. Я? Дауысты дыбыстардың қай отбасына бердік? Жіңішке баласына бердік, я? Олар болса әділсіз сөздің қай жерде кездеседі екен? Тамаша. Енді балалар, алдарында жаңа өздері топқа бөлінген кездегі алдарында тұрған стикерге аттарымызды жазамыз бәріміз. Атымызды жазамыз, Гүлназ. Айшере, атымызды жазамыз. Жасмин, атымызды жазамыз. Үрейіне жазамыз. Ручкамызды аламыз. Атымызды жазамыз. Әдейі. Жаз. Аяулым. Айсылым. Аттарын жазына бар. Өздерін аттарын жазына бөлінген. Жоқ, бөлінген келеміз. Атын ғана жаз. Апай жаздым. Балалар, мына жерде әкем. Ал. Апай жазып біттің атымды. Әкеліп мына жерге ілеміз балалар. Стикеріміз жабысады тақтаға әкеп береміз. Апар, біле ғой. Атыңды жазылмайсыз ба? Апар, біле ғой. Өздеріңе ұнаған, маған бәрі түсінікті дейтін болсаңдар, мынаған әке білесіңдер, үкіге. Маған әлі де түсініксіз дейтін болсаңдар, мына үкіге ілесіңдер. Маған ештеңе түсінбедім, маған түсініксіз болды дейтін болсаңдар, мынаған әке білесіңдер. Тамаша, қаншама оқушы бүгінгі сабақты өте жақсы. Бұнда оқи аламын әдебісінен келетін сөздерді.
тамаша, жарайсыңдар балалар.